Ол жай ғана жұмыс істеді. Ешкім оған назар аудармайтын. Бірақ бір күні ол байқамауы тиіс құжатты көріп қалды. Сол күннен бастап оның өмірі түбегейлі өзгерді. Әңгіме басталмас бұрын арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Ақпанның бораны қаланы тұмшалап тұрды. Қар ұйтқып, бет қаратпай соққан жел адамды еріксіз еңкейтіп, көзін сығырайтуға мәжбүрлейді. Айгүл Әбдірайымқызы мінген автобусы аялдамаға жетпей, бұзылып тоқтап қалды. Сол үшін ол қалған жолды жаяу жүріп өтуге мәжбүр болды. Қалың қарды тіліп, ескі пальтосын қымтай түсіп, қадамдарын жылдамдатты. Тек кешікпесем болды, деп ойлады ол. Үлкен тазалықшы апай, Раушан апай, қатал емес, керісінше қамқор. Бірақ тәртіп, ол тәртіп. Кешіккен. Бұрылысқа жеткенде зауыттың сұры ғимараттары көрінді. Бір кездері елдің мақтанышы болған таң электроника зауыты қазір қарт батырдай көрінетін. Қабырғалары мүжілген, жазуы көмескі, кіреберістегі плиталары да сынған. Бірақ мұржалардан шыққан түтін зауыттың жүрегі әлі соғып тұрғанын білдіретін. Айгүл еріксіз баяулады. 10 жыл бұрын шет тілдері университетінің студенті кезінде ол өзін дәл осы жерде елестете алмас еді. Неміс тілі мен құқықтық аударма мамандығын оқыған үздік студенттердің бірі болады. Профессор Серікбаева бірде оның аудармасын қарап, Айгүл Әбдірайымқызы, сіздің құқықтық терминологияға ерекше қабілетіңіз бар, болашағыңыз үлкен деген еді. Сол кешкі телефон қоңырауы бәрін өзгертті. Айгүл, анаң құлап қалды. Тұра алмай жатыр. Ауру басталды. Ем-дом, дәрі-дәрмек, тексерулер. Уақыт пен ақшаны тауысты. Оқу мен өмірдің арасында таңдау жасауға тура келді. Уақытша академиялық демалыс аламын, жұмыс істеймін. Кейін қайта ораламын деп жұбатты өзін. Бірақ уақыт өте берді. Институтқа оралу барған сайын қиындай түсті. Қымбат көлік жанынан зу етіп өтіп, қарды шашырата кетті. Директордың көлігі шығар, деп ойлады Айгүл. Қақпа алдында бұрынғы әскери адамдай тік тұратын қария күзетші отырды. Айгүл, қызым, деді ол жымиып. Бүгін ерекше күн, немістер келеді. Рас па? Иә, делегация келе жатыр. Контракт жасалады дейді. Айгүлдің жүрегінде әлсіз үміт жылт етті. Жаңа жабдық әкелсе, зауыт жанданып кетер. Қария күрсінді. Бұрын немістер бізден тәжірибе үйренетін. Заман өзгерді, қызым. Тазалықшылар бөлмесінде хлордың иісі аңқып тұрды. Раушан апай арбаларға құралдарды бөліп жатыр. Келдің бе? Қарға көміліп қалған шығар деп ойлап едім. Автобус бұзылып қалды. Білем, сен себепсіз кешікпейсің. Бүгін әкімшілік корпус жарқырауы керек, шетелдіктер келеді. Айгүл жұмыс халатын киіп, жарылған айнаға қарады. Жинақы бұрым, қоңыр көздер, шаршау бар. Бірақ от та сөнбеген. 32-демін. Бірақ өзімді 40-тағыдай сезінем. Айгүл, тыңдап тұрсың ба? Иә, 3-ші қабат, конференц залдан баста. Әкімшілік корпус басқа әлем секілді еді. Таза, жылы, салмақты. Қабырғалары да ескі құрмет грамоталары және жаңа сертификаттар қатар ілулі. Директор кабинетінен неміс тіліндегі сөздер естілді. Айгүл еріксіз тоқтады. Таза неміс тілі. Өндіріс қуаттары туралы әңгіме. Кенет, не тұрып қалдың, жұмысыңды істе. Секретар әйелдің суық даусы оны селк еткізді. Конференц залға кіргенде үстелде шашылған құжаттарды жинай бастады. Сол кезде көзге неміс тіліндегі мәтін түсті. Заңдық келісім шарт. Кәсіби қызығушылығы оянды. Ол оқи бастады. Ұмыт қалған білім тіріліп кеткендей болды. Дәл осы сәтте есік тарс ашылды. Бұл не істеп отырғаның? Директор ашулы тұр. Мен тек
жинастырып, құпия құжаттарды оқыдың ба? Айгүл қызарып кетті. Бірақ бір сәтте намысы оянып, мен неміс тілін оқығанмын. Құқықтық аударма мамандығы. Директор таң қалды. Сосын мысқылдап, онда аударып көр, ертең таңертең дайын болсын, деп күлді. Құжаттарды үстелге лақтырып, директор шығып кетті. Айгүл орнында тұр. Қорқыныштан емес, шешімнен. Осы сәтте ол өмірінің бұрылыс нүктесінде тұрғанын сезді. Айгүл қолына швабраның сабын қатты қысып тұрды. Жүрегі тарсылдап соғып тұр. Бірақ бұл қорқыныш емес еді, бұл әлде бір ұмыт қалған сенімнің қайта оянуы еді. Директордың орынбасары Ерлан Қайратұлы есіктен шығарда бір сәт тоқтап, құжаттарды өзіңізбен алып кетіңіз, аударма үшін керек болады, деді жай ғана. Айгүл оның көзқарасынан мысқыл емес, қызығушылық пен түсіністікті байқап қалды. Есіктер жабылған соң ол жайлап орындыққа отырды. Болған оқиғаға өзі де сенер-сенбесін білмеді. Сосын құжаттарды мұқият жинады. Мен істей аламын, дәлелдеймін. Бұл тек директорға емес, бүкіл өміріне айтылған сөз секілді еді. Кешке қарай тазалықшылар бөлмесінде тек жылытқыштың гуілі ғана естіліп тұрды. Күндізгі ауысым әлдеқашан тараған. Айгүл сарғайған шам жарығында келісімшарт мәтінін оқып отыр. Химиялық заттардан жарылған саусақтары қағаздарды абайлап аударып, дәптеріне аударманы тиянақты жазуда. Есік сықырлап ашылды. Әлі отырсың ба? Раушан апай таңдана қарады. 9 болды ғой. Айгүл құжаттарды жапты. Жұмысымды бітіріп отырмын. Қайдағы жұмыс кешкісін? Швабралар немісше сөйлеп кетті ме? Деп апай күлімсіреді. Айгүл де жымиып қойды. Үйге бар, анаң күтіп отырған шығар. Анасы туралы сөз шыққанда Айгүл тез жиналды. Расында кетуім керек. Раушан апай оның жағасын түзеп, жүгір енді. Соңғы автобусты өткізіп алма, деді қамқор үнмен. 5 қабатты ескі үйдің кіре берісі тыныштықпен қарсы алды. Айгүл кілтті баяу бұрап ашты. Үй ішінен түймедақ шайының иісі сезілді. Анашым, мен келдім, деді жай ғана. Айман апай терезе жанындағы мүгедек арбасында отыр екен. Арқасы тік, шашы ұқыпты таралған, қолында кітап. Бүгін кешіктің қызым, уайымдап отырмын. Мұғалімдік дауысы жұмсақ болғанымен тәртіпке шақырып тұратын салмағы сақталған. Айгүл анасының маңдайынан сүйді. Жұмыс көп болды анашым. Ас үй кішкентай болса да, өткен өмірдің жылуын сақтап тұрғандай. Шыны ыдыстар салынған сервант, ескі сервис, қабырғада табиғат суреті. Тамақ жылдайын ба? Деді Айгүл. Мен тамақтандым, сен іш. Анасы арбасын ас үйге қарай бұрды. Зауытта не жаңалық? Айгүл сәл кідірді. Контракт туралы айту керек пе? Жоқ, әзірге ерте. Неміс инвесторлары келетін көрінеді. Анасы қызына мұқият қарады. Көздерің жанып тұр. Бір маңызды нәрсе болған сияқты. Айгүл еріксіз жымиды. Бүгін неміс тілім керек болып қалды. Анасының көздері жарқ етті. Мен жақында курстасың Әлияны кездестірдім. Заң фирмасында аудармашы болып жұмыс істейді. Клиенттері көп екен. Айгүл басын шайқады. Анашым, бәрі өз жолымен болды. Даусы тыныш болғанмен қолындағы қасық дірілдеп кетті. Бұл әңгіме екеуінің арасында талай рет айтылған. Сенің білімің босқа кетпеуі керек, дейтін анасы. Тұрақты жұмыссыз аудармашы болғанша жалақысы бар жұмыс жақсы, дейтін Айгүл. Айман апай күрсінді. Жарайды, бірақ сенің қабілетіңе әлі сенем. Олар күнделікті әңгімеге көшті. Көрші, теледидардағы концерт, кітапхана, әкелген жаңа роман туралы. Түн тыныш болды. Айгүл ас үстеліне құжаттарды жайып қойды. Шам шырағын газетпен жауып, анасын оятпауға тырысты. Қалам, қағаз бетінде сырғып, заңдық терминдер анық мағынаға айналып жатты. Бір кезде қолы тоқтап қалды. 12-ші бөлім, 3-ші тармақ. Кәдімгі абзац. Бірақ ішінде жасырын жарылыс бар.
Егер қаржылық есепте бұрмалау анықталса, инвестор компания басшылықты ауыстыруға құқылы. Уақытша басқарушы неміс тілін білетін және заң терминологиясын меңгерген тұлға болуы тиіс. Айгүл мәтінді қайта оқыды. 3 рет. Жүрегі суып кетті. Егер директор есепті әдемілеп көрсетсе, немістер анықтаса, зауыт күйреуі мүмкін. Ол орындыққа шалқая отырды. Түнгі сағат 3. Ұйқы жоқ. Көз алдына зауыттағы адамдар елестеді. Раушан апай 60-қа келсе де, осы жерсіз өмірін елестете алмайды. Қақпада отырған қария, жас жұмысшылар. Бұл тек жұмыс орны емес, бұл адамдардың өмірі. Сол түні Айгүл шешім қабылдады. Таңертең зауыт бухгалтериясы әдеттегідей тыныш еді. Кофе иісі мен ескі қағаздардың иісі араласып, бөлмеге ауыр салмақ беріп тұр. Бас бухгалтер Гүлмира апай компьютер алдында калькуляторды тарсылдатып отыр екен. Қатаң костюм, мойнындағы көзілдірік тізбегі оның көп жылдық тәжірибесін айқын көрсететін. Айгүл есікті баяу жауып жақындады. Гүлмира апай, сізден кеңес сұрасам бола ма? Әйел таңырқай қарады. Не болды? 90-дық есеп бастан асып жатыр. Айгүл папканы үстелге қойды. Бұл маңызды, бәріміз үшін. Даусындағы байсалдылық Гүлмира апайды калькуляторын тоқтатуға мәжбүр етті. Ол аударманы парақтай бастады. Қастары бір-біріне жақындай түсті. Мұны қайдан алдың? Директор аударып көруімді сұрады. Бөлме іші үн-түнсіз. Неге маған әкелдің? Деді ол жай ғана. Айгүл терең тыныс алды. Егер келісімшартқа қол қойылып, кейін есептегі бұрмалау анықталса, салдары ауыр болады. Барлығына. Гүлмира апай көзілдірігін шешіп, көзін уқалады. 30 жыл осы зауыттамын. Кеңес заманында есеп 1 тиынға дейін дәл келетін. Сол кезде бухгалтерия адал еді. Ол ауыр күрсінді. 90 жылдары бәрі өзгерді. Кәсіпорынды сақтау үшін амалсыз әрекеттер болды. Директор зауыты шынында сақтап қалды, бірақ ол үнсіз қалды. Әдет қалып қойды. Гүлмира апай төмен дауыспен жалғастырды. Қазір инвесторға әдемі көріну үшін сандарды түзетуге мәжбүрлейді. Ол Айгүлге тік қарады. Менің зейнетке шығуыма 2 жыл қалды. Егер бәрі ашылса... Айгүл үндемеді. Бұл әйелдің ішкі күресін сезіп тұрды. Сен не істемекшісің? Деді бас бухгалтер. Директорға тәуекелді түсіндіруге тырысамын. Гүлмира апай мұңайып жымиды. Сен оны әлі жақсы білмейсің. Дәл сол сәтте есік ашылды. Ішке директордың орынбасары Ерлан Қайратұлы кірді. Кешіріңіз, Гүлмира апай, 3-ші цехтың есебі дайын ба? Оның көзі Айгүлге түсті. Гүлмира апай асығыс қағаздарды жинап шықты. Ерлан кетпей Айгүлге қарады. Қызық кездесу екен. Тазалықшыға бас бухгалтер неге керек болды? Айгүл тік тұрды. Келісімшарт туралы кеңес сұрадым. Не таптыңыз? Қаржылық бұзушылық анықталса, басшылық ауыстырылуы мүмкін деген тармақ бар. Ерланның қасы көтерілді. Сіз шынымен заң құжаттарын түсінесіз бе? 4-ші курс аударма факультеті. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Сосын бәсең дауыспен. Бұл зауыт жақсы, бірақ кейде басшылық дұрыс әдіс таңдамайды. Маған бұл жердің болашағы маңызды. Дәлізден аяқ дыбыстар естілді. Абай болыңыз, деді ол жай ғана. Айгүл бухгалтериядан шыққанда ішіндегі шешім бұрынғыдан да бекіді. Ол директорға ескерту керек. Бұл оның креслосы туралы емес, бұл жүздеген адамның тағдыры туралы. Таңғы ас үстінде Айгүл шайын араластырып отырып, директорға қалай айту керектігін ойланды. Анасы оның көңіл күйін бірден байқады. Бір нәрсе мазалап тұр қызым. Анашым, егер адам қателесіп бара жатса, сен не істер едің? Айман апай ойланып отырып, мен әрқашан салдарын түсіндіретінмін, бірақ шешімді өзіне қалдыратынмын. Ал егер тыңдамаса, онда өмірдің өзі үйретеді, бірақ сен шындықты айтудан қорықпа. Айгүл анасының қолын қысты. Ішіндегі шешімі де бекіді. Зауыт әкімшілігі құмырсқаның елеуіндей қозғалыста еді.
неміс делегациясының келуі бәрін дүрліктірген. Секретарь Ләззат ханым компьютерден көзін көтеріп, оны бастан аяқ шолып шықты. Саған директор неге керек? Контракт туралы маңызды мәселе бар. Швабраңды ала келдің бе? Айгүл сабырмен жауап берді. Директор аударманы өзіме тапсырды. Секретардың мысқылы жоғалды. Күт. Айгүл күту бөлмесінде тұрды. Бөлім басшылары сыбырласып, оған таңырқай қарауда. Есіктен шыққан инженер әріптестері сыбырлап, бірінші цехты үлгермейміз, бөлшектер жоқ. Бір кезде есіктер ашылды. Айгүл Әбдірайымқызы, директор қабылдайды. 5 минут. Айгүл терең тыныс алып ішке кірді. Кең кабинет, қымбат жиһаз. Терезеден зауыт көрінеді. Директор орнынан көтерілмеді. Ал аудармашы ханым, не таптың? Айгүл папканы үстелге қойды. Келісімшартта кәсіпорын үшін қауіпті тармақ бар. Директор күлімсіреді. Қауіпті? Егер қаржылық бұзушылық анықталса, басшылық ауыстырылуы мүмкін. Директор парақты ашып оқи бастады. Жүзі бірден өзгерді. Сен қайдан? Мен тек аудардым. Егер кейін сәйкессіздік анықталса, зауыт зардап шегеді. Директор үстелді жұдырығымен тарс ұрды. Сен кімсің? Маған ақыл айтатын. Кабинеттің іші дір етті. Мен тек ескертуге келдім. Мен бұл зауытты 90-шы жылдары сақтап қалдым, ал сен тазалықшы. Айгүл ішіндегі бір нәрсенің сынғанын сезді. Қорқыныш емес, әділетсіздікке деген күйік. Мен жақсылық ойладым. Тағы құжаттарға тиіссең, жұмыстан шығарам. Ол есікті айқара ашты. Айгүл сыртқа шықты. Көздері жасаурап тұр. Реніштен емес, дәрменсіздіктен. Айгүл деген дауыс шықты. Ерлан Қайратұлы кабинеттің алдында тұр екен. Кіріңіз. Ерлан Қайратұлының кабинеті директордың сәнді бөлмесіне мүлде ұқсамайтын. Қарапайым үстел, қабырғада өндірістік сызбалар, жоспарлар, графиктер. Мұнда сән емес, жұмыс рухы сезілетін. Отырыңыз, деді ол сабырмен. Айгүл үнсіз отырды. Қолдары дірілдеп тұрғанын өзі де байқап отыр. Ерлан стаканға су құйып берді. Ішіңіз. Бірнеше жұтым су тамағындағы түйінді босатқандай болды. Сіз директорға сол тармақ туралы айттыңыз ба? Айгүл басын изеді. Мен ескертуге тырыстым. Ерлан ауыр күрсінді. Егер қаржылық сәйкессіздіктер болса, немістер бәрібір табады. Олардың өз аудит жүйесі бар. Онда неге ешкім ештеңе түзетпейді? Ол біраз үнсіз қалды. Кейбіреулер орнынан айырылудан қорқады. Кейбіреулер осылайда болады деп ойлайды. Ал кейбіреулер зауытты сақтап қалу үшін кез келген тәсіл дұрыс деп сенеді. Даусында шаршағандық бар еді. Бұл жердің болашағы маған маңызды, деді ол жай ғана. Айгүл оның көзіне шынайылық көрді. Енді не болады? Деп сұрады ол. Білмеймін, бірақ сіздің бұл іске араласқаныңыз дұрыс емес. Директор кешіре салатын адам емес. Кешкі троллейбус баяу тербеліп, Айгүлді үйіне алып бара жатты. Терезеден қараңғы көшелер, сирек шамдар, қар жамылған ағаштар сырғып өтіп жатты. Үйге кіргенде анасы бірден бәрін түсінді. Айгүл үнсіз бас изеді. Тыңдағысы келмеді ме? Жоқ. Айман апай шәйнекті қосып жатып, адал ескертуді қабылдай білмейтін басшы, қауіпті басшы, деді. Олар ұзақ үнсіз отырды. Айгүл бәрін айтып берді. Контракт, тармақ, директордың ашуы, Ерланның сөздері. Анасы мұқият тыңдап отырды. Кейде адамдар ескертуге емес, соққыға сенеді, деді ол ақырын. Егер мен үндемесем, бәрі құласа ше? Анасы қызының қолын ұстады. Сен шындықты айттың, енді таңдау олардың қолында. Бұл сөздер Айгүлдің санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Түн ұзақ болды, ұйқы келмеді. Ойлар тыныштық бермеді. Егер директор ашуланып кінәліні іздесе, егер немістер келісімнен бас тартса, ал егер зауыт жабылса, адамдар қайда барады? Раушан апай ше, күзетші қария қайда қалады? Жас жұмысшылардың тағдыры не болмақ? Кенет анасының сөздері есіне түсті. Ескерту жаса, бірақ шешімді өзіне қалдыр. Айгүл төсектен тұрды.
жазу үстелінің тартпасынан визитканы тапты. Неміс инвестордың өкілі Герман Штейнер. Қолына қағаз алып, неміс тілінде жаза бастады. Бұл тәуекел еді. Мүмкін ақымақтық. Бірақ жүздеген адамның тағдыры таразыда тұрса, үнсіз қалу мүмкін емес еді. Сенбі күні таңертең қала кітапханасының компьютер залында ешкім жоқ еді. Ескі компьютер баяу жүктеліп жатты. Айгүл сөмкесінен түнде жазған хат нобайын және келісімшарттың маңызды беттерінің суреттерін шығарды. Саусақтары пернетақта үстінде тоқтап қалды. Мен дұрыс істеп отырмын ба? Жауап іштей анық естілді. Үнсіздік нағыз сатқындық. Ол хатты неміс тілінде кәсіби стильде жазды. Өз жағдайын қысқаша түсіндірді. Келісімшарттағы тармақты атап өтті. Қаржылық есепте мүмкін сәйкессіздіктер бар екенін жұмсақ жеткізді. Ешкімді айыптамады. Тек тәуелсіз тексеру екі тарапқа да пайдалы болатынын айтты. 3 сағат бойы әр сөйлемді тексерді. Соңында менің мақсатым кәсіпорынды қорғау деп жазды. Терең тыныс алып, жіберу батырмасын басты. Сол сәтте оның өмірінде көрінбейтін шекара кесіп өтілді. Келесі апта мәңгілікке созылғандай өтті. Айгүл бұрынғыдай еден жуды, шаң сүртті, қоқыс шығарды. Бірақ ішіндегі күдік әр секунд сайын күшейе берді. Әр көзқарас күдік сияқты көрінді. Әр шақыру әшекерленудің белгісіндей. Ал зауытта өзгеріс басталды. Қабырғалар боялып, сынған әйнектер ауыстырылып, жабдықтар жөнделіп жатты. Тіпті дәретханаларды да жарқыратып жууға бұйрық берді. Немістер шынымен маңызды қонақ сияқты, деді Раушан апай. Сәрсенбі күні жалпы жиналыс жарияланды. Зал адамдарға толы. Директор мінберге шықты. Ертең біздің кәсіпорын үшін жаңа дәуір басталады, деді ол. Айгүл залдың артында тұрды. Ол оның даусындағы сенімділіктің астарында жасырын қобалжуды байқап тұрды. Ал Ерланның көздерінде ұйқысыз түндердің ізі бар еді. Айгүлдің жүрегі ауыр соқты. Мен дұрыс дедім бе? Жауап 10 күннен кейін келді. Неміс инвесторларынан жауап 10 күннен кейін келді. Айгүл интернет кафеде поштасын тексеріп отырғанда, шетелдік мекенжайдан келген хатты көріп, жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қолдары дірілдеп, хатты ашты. Құрметті ханым, Әбдірайым қызы. Берген ақпаратыңыз үшін алғыс білдіремін. Сіздің байқауларыңыз біздің кейбір күдіктерімізді растады. Компания қосымша аудит жүргізу үшін арнайы комиссия жібереді. Әзірге көлеңкеде қалып, қажет болған жағдайда байланыста болуға дайын болыңыз. Хат соңында ұялы телефон нөмірі көрсетілген. Айгүл бірнеше рет қайта оқыды. Оны естіген, оны түсінген. Енді бәрі өзгеруі мүмкін. Үйге келгенде анасы ескі фотосуреттерді қарап отыр екен. Мынау менің 1985 жылғы түлектерім, деді ол күлімсіреп. Қарашы, бірі банк директоры, бірі дәрігер. Сосын қызына қарап. Бір шешім адамның ғана емес, көптеген тағдырдың бағытын өзгертеді. Айгүл анасының жанына отырды. Ол енді өз шешімінің салмағын анық сезініп отырды. Бейсенбі күні таңертең зауыт аумағында 3 қара көлік кірді. Жұмысшылар сыбырласып таңырқап қарасты. Айгүл әкімшілік корпус терезесінен бақылап тұрды. Директор қонақтарды қарсы алып, күлімсіреп, қол алысып жатыр. Сұр костюм киген бойшаң, ақ шашты ер адам Герман Штейнер. Ол бір сәт терезе жаққа көз тастады. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Экскурсия басталды. Директор тек жөнделген, жарқыраған цехтарды көрсетіп жүрді. Нағыз көрме үшін дайындалған жерлер, деп сыбырлады Раушан апай. Бірақ Штейнер күтпеген жерден тоқтады. 3-ші цехты көргіміз келеді. Директор сәл ойланып, онда жөндеу жүріп жатыр. Дәл сол үшін көргіміз келеді, деді неміс сабырмен. Конференц-залдағы кездесуде сұрақтар қиындай түсті. Бұл рентабельдік көрсеткіштері тым оптимистік сияқты, деді Штейнер. Директор түсіндіре бастады, бірақ сөзінен шатаса берді. Маңдайынан тер шықты. Бас бухгалтер түсіндірсін. Жауаптар сенімсіз шықты. Сол кеште Айгүл үйіне қайтып бара жатқанда телефоны шырылдады. Халықаралық нөмір. Фрау Айгүл,
Мен Герман Штейнер. Бүгін кешке кездесуге мүмкіндігіңіз бар ма? Жүрегі тамағына тығылды. Иә. Ескі қала кафесі тыныш еді. Штейнер үстел басында күтіп отыр екен. Жақыннан қарағанда оның жүзінде шаршағандылық пен терең тәжірибе ізі байқалды. Келгеніңізге рахмет, деді ол. Шәй тапсырыс бердім. Айгүл отырғанда тізелері дірілдеп тұрғанын сезді. Немісше емес, орысша сөйлесейік, деді ол жылы жымиып. Сізге жеңіл болады. Бұл кішкентай әзіл оның қобалжуын басқандай болды. Штейнер оның көзіне тік қарап, біз есептердегі сәйкессіздіктерге бұрыннан күмәндандық, бірақ дәлел жетіспеді. Ол кофеден ұрттады. Шынын айтсам, біз бұл зауытқа инвестиция салудан бас тартқалы тұрғанбыз. Айгүлдің жүрегі шым ете түсті. Бірақ сіздің хатыңыз мені жеке келуге мәжбүр етті. Айгүл төмен қарады. Мен ешкімді қиын жағдайға қалдырғым келмеді. Тек зауытта жұмыс істейтін адамдарды ойладым. Штейнер басын изеді. Мен жас кезімде Шығыс Германиядағы дәл осындай зауытта жұмыс істедім. Бірігу кезінде көптеген кәсіпорын жабылды. Мен жұмысшылардың көзіндегі үміттің қалай сөнгенін көрдім. Ол біраз үнсіз қалды. Бұл мұндай жағдайдың қайталануын қаламаймыз. Бізге тек келісім емес, сенімді серіктестер керек. Енді не болады, деді Айгүл. Ертең толық аудит басталады. Олар 1 сағаттан астам сөйлесті. Штейнер зауыт туралы, адамдар туралы, Айгүлдің өмірі туралы сұрады. Кетерде ол күлімсіреп, сіз маған қызымды еске түсіресіз. Осындай принципшіл. Келесі күні неміс аудиторлары құжаттарды тексере бастады. Директор олардың жұмысын бақылауға тырысқанымен толық қолжетімділік беруге мәжбүр болды. Дәлізде шаңын сүртіп жүрген Айгүлді Гүлмира апай қолынан тартып алды. 1 минутқа. Қойма бөлмесіне кірген соң, ол папканы қолына ұстатты. Бұл шынайы есептер, түзетілмеген. Неге беріп жатырсыз? Зейнетке шығуыма аз қалды, ең болмаса, ар-ұжданым таза болсын. Айгүл папканы ұстап тұрып, оның салмағын ғана емес, жауапкершілігін сезінді. Сол күні ол құжаттарды Штейнерге жеткізді. Бірнеше күннен кейін аудит қорытындысы дайын болды. Қаржылық бұрмалаулар расталды. Жасырылған қарыздар, жасанды көрсеткіштер, жалған келісімдер. Директор кабинетінде ашу мен айқай болып жатты. Кім ақпаратты кім берді? Зауытта сыбыр көбейді. Ауада өзгеріс иесі сезілді. Айгүл дәлізбен жүріп келе жатып, халатының қалтасындағы Штейнер нөмір жазылған қағазды қысып ұстады. Жеңілдік те бар, белгісіз де бар. Бірақ ол алғаш рет өмірінде маңызды нәрсе жасағанын сезді. Зауыт аумағында бұрын-соңды болмаған тыныштық орнады. Әдетте үнемі гуілдеп тұратын өндіріс орны бұл күндері белгісіз бір күту күйіне түскендей. Аудит қорытындысы директор үстеліне қойылған сәттен бастап атмосфера күрт өзгерді. Кабинет ішінде ашулы дауыс жаңғырып жатты. Бұл мүмкін емес, деп айқайлады директор. Мен бұл зауытты сақтап қалдым. Құжаттар үстелге тарс-тарс лақтырылды. Ақпаратты кім берді, кім? Ешкім жауап бермеді. Қызметкерлер бір-біріне күдікпен қараса да, ешкім үн қатпады. Өйткені бәрі түсінді, мәселе бір адамда емес. Жылдар бойы жинақталған жүйеде еді. Сол күн түстен кейін басқарма мүшелері, инвесторлар және аудиторлар жиналған кеңес өтті. Залдағы ауа ауыр, тығыз еді. Герман Штейнер терезе жанында сабырмен тұр. Аудиторлар құжаттарды реттеп отыр. Директор үстел басында еңкейіп отырған. Кеше ғана сенімді көрінетін жүзі бүгін шаршаңқы, ауыр. Аудит нәтижелері нақты, деді Штейнер сабырлы үнмен. Қаржылық бұрмалаулар анықталды. Жасырылған міндеттемелер бар. Өндірістік көрсеткіштер шынайы жағдайды көрсетпейді. Директор жұдырығын түйді. Бұл біздің елдің ерекшелігі. 90 жылдары аман қалу үшін осылай істеуге тура келді. Біз өткенде емес, бүгінгі серіктестікті талқылап отырмыз, деді Штейнер сабырмен. Сенімсіз серіктестік ұзаққа бармайды. Бөлме үнсіз қалды. Бір сәттен кейін Ерлан Қайратұлы орнынан тұрды.
Мен инвесторлардың талабын қолдаймын, деді ол анық дауыспен. Кәсіпорын адал басқаруды қажет етеді. Залда сыбыр күшейді. Директор оған сенбей қарады. Сенбе? Мен саған сенген едім. Мен зауыттың болашағына сенемін, деді Ерлан. Штейнер үстелге қолын қойып баяу сөйледі. Біз инвестиция салуға дайынбыз, бірақ бір шартпен. Барлығы тыныс салуды ұмытқандай болды. Басшылық құрылымын уақытша өзгерту қажет. Үнсіздік. Ауыр тас сияқты үнсіздік. Уақытша басқарушы неміс тілін білетін және келісімнің құқықтық аспектілерін түсінетін тұлға болуы тиіс. Залдағы көздер бір-біріне ауысты. Юристке қарады, бас инженерге қарады, Ерланға қарады. Штейнер есікке бұрылды. Айгүл Әбдірайым қызын шақырыңыз. Есік ашылды, Айгүл ішке кірді. Ол қарапайым, бірақ таза көк көйлек киген, шашы жинақы, бетінде бояу жоқ, бірақ жүзі сабырлы. Зал бір сәтке демін ішіне тартып, директордың ащы күлкісі тыныштықты қағып бөлді. Тазалықшы ма? Бұл масқара. Штейнер сабырмен сөйледі. Айгүл ханым неміс тілін жетік меңгерген. Құқықтық аударма саласында білімі бар. Ең бастысы, ол кәсіпорын тағдырына бей-жай қарамайтын адал адам. Бұл оның ісі, деп айқайлады директор. Біз жеке айыптауларды талқыламаймыз, деді Штейнер қатқылдау үнмен. Ерлан Айгүлдің жанына келіп тұрды. Ол жалғыз болмайды, деді Штейнер. Ерлан Қайратұлы өндірісті басқаруда жалғастырады. Айгүл ханым инвесторлармен байланыс және құқықтық үйлестіру жұмыстарын жүргізеді. Директордың жүзі қызарып, кейін бозарып, сен бұны істей аламын деп ойлайсың ба? Деді ол Айгүлге қарап. Бір айдан кейін жылап келесің. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Бөлме ішінде ауыр тыныштық қалды. Штейнер Айгүлге қолын созды. Құттықтаймын. Айгүл оның қолын қысқанда өзіне не болып жатқанын толық түсіне алмай тұрды. Мен дайын емеспін. Кейде өмір бізді таңдайды, деді ол жылы жымиып. Кеңес аяқталған соң бөлмеде тек үшеуі қалды. Айгүл, Ерлан және Штейнер. Бізге толық түгендеу жүргізу керек, деді Ерлан. Нақты жағдайды анықтау керек. Айгүл олардың сөзін тыңдай отырып, өз өмірінің жаңа беті ашылғанын сезді. Қорқыныш бар, бірақ сонымен бірге үміт те бар. Зауытқа жаңалық найзағайдай тарады. Дәліздерде сыбыр. Кейбірі таңырқап қарады, кейбірі сенбеді. Раушан апай оны тоқтатып, біздің қыз ғой, биікке көтерілдің, деді, көзінде қуанышпен. Айгүл шаршаңқы жымиды. Әлі ештеңе аяқталған жоқ, аяқталмайды да, енді бәрі басталды. Үйге келгенде анасы оның жүзінен бәрін түсінді. Айгүл бәрін айтып берді. Анасы тыныш тыңдады. Сосын жай ғана, биікке көтерілген сайын жауапкершілік артады, деді. Бұл сөздер Айгүлдің жүрегіне терең сіңді. Ол ертегі емес, бұл сенім жүгін көтеру еді. Сол күні ол ұйықтай алмай жатты. Бір апта бұрын ол жай ғана тазалықшы еді, ал бүгін жүздеген адамның тағдырына әсер ететін шешімдердің ортасында тұр. Мен істей аламын ба? Терезе сыртында қар баяу жауып тұрды. Жаңа өмірдің ақ парағы ашылғандай. Айгүл көзін жұмды. Ішінде бір ғана сенім бар еді. Адалдық жолынан таймасаң, жол табылады. Көктем зауыт аумағына білінбей келді. Қар еріп, көп жыл жөнделмеген жолдардың астарынан ескі асфальт көріне бастады. Терезелер жуылып, қабырғалар сырланып, цехтардың ішіндегі жарық бұрынғыдан да жарығырақ сезілді. Бірақ ең үлкен өзгеріс қабырғаларда емес еді. Өзгеріс адамдардың көзінде пайда болды. Ол үміт. Алғашқы апталар Айгүл үшін ұйқысыз түндермен өтті. Құжаттар, келіссөздер, тексерулер, жиналыстар. Ол бұрын тек еден жуып өткен дәліздермен енді шешім қабылдайтын адам ретінде жүріп өтті. Кейбір қызметкерлер әлі сенімсіз қарады, ал кейбірі ашық қолдау көрсетті. Бірақ уақыт өте бір нәрсе анық бола бастады. Ол бұл орынға кездейсоқ келген жоқ. Ерлан өндірісті толық тексеруді бастады. Жабдықтардың нақты жағдайын анықтады. Қай цехты жаңарту керек, қай жерден шығын кетіп жатыр,
бәрі ашық айтылды. Ал Айгүл инвесторлармен келіссөздер жүргізіп, құжаттарды қайта рәсімдеп, заңдық мәселелерді реттеді. Бұрынғы жасырындылықтың орнына ашықтық келді. Бір күні түскі үзілісте Раушан апай кабинет есігін қақпай кірді. Айгүл, сен боссың ба? Кіріңіз, апай. Ол ыңғайсызданып тұрды. Қызым, біз сенімен сөйлескіміз келіп жүр. Адамдар саған сенеді. Айгүлдің тамағына бір түйін келді. Бұл кез келген қызметтік атақтан артық еді. Осылайша олар бірге шай ішіп, өткен қызықтарды айтып, емін-еркін әңгімелесті. Көктем ортасына қарай неміс компаниясы инвестицияны ресми түрде бекітті. Жаңа жабдықтар жеткізіле бастады. Жас мамандар жұмысқа қабылданды, жалақы кешікпейтін болды. Зауытта бұрын ұмыт болған дыбыстар қайта естіле бастады. Күлкі, әзіл, болашақ туралы әңгімелер. Бір күні Герман Штейнер қайта келді. Бұл жолы экскурсия үшін емес, нәтижені көру үшін. Ол жаңартылған цехтарды аралап шықты. Ең маңызды өзгеріс техникалық емес деді. Сенім қайта оралды. Айгүл үндемей басын изеді. Ол бұл сөздердің шындығына күн сайын көріп жүреді. Кешке үйде Айгүл анасының қасында отырып, шай ішіп отырды. Терезеден көктем жаңбыр сіркіреп тұр. Қорықпайсың ба деп сұрады анасы. Айгүл ойланып, қорқамын, бірақ енді қорқыныш қашуға емес, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Анасы жымиып, мен сенімен мақтанамын, қызым. Бұл сөздер Айгүл үшін барлық марапаттан қымбат еді. Жазға қарай зауыт мүлде басқа кейіпке келді. Қақпа алдында бұрынғыдай үнсіздік емес, қозғалыс көбейді. Жас жұмысшылар көбейіп, жаңа тапсырмалар, жаңа жоспарлар пайда болды. Ал бір кезде ескі пальтосын қымтап, қарды кешіп келген әйел енді сол қақпадан сенімді қадаммен кіріп жүр. Бірақ ол өзгермеді. Ол бұрынғыдай адамдармен амандасады. Раушан апаймен бірге шай ішеді, күзетші қариямен қалы жағдай сұрасады. Өйткені ол қай жерден шыққанын ұмытпаған. Бір күні кешкісін Айгүл зауыт ауласында жалғыз тұрды. Күн батар шақ. Мұржалардан көтерілген түтін алтын түске боялған. Жел баяу еседі. Ол терең тыныс алды. Осы жерде оның өмірі өзгерді. Осы жерде ол өзін қайта тапты. Осы жерде ол бір шындықты түсінді. Адамның тағдырын білім ғана емес, батылдық пен адалдық өзгертеді. Өмір кейде бізді күтпеген сынақтарға келеді, бірақ сол сәттер біздің кім екенімізді анықтайтын сәттер. Егер жүректе адалдық болса, егер әділдік үшін тәуекелге баруға батылдық жетсе, ең қарапайым адам да үлкен өзгеріс жасай алады. Бұл оқиға соның дәлелі.